Бақдәулет. Бар. Ақжан. Тоғжан. Шұғыла. Айы. Бар. Студенттер барлығымыз бүгінгі тақырыпты жазамыз. Ол үшін дәптерлерімізді ашып, бүгінгі тақырыпты жазамыз. Туристік ваучер бұл сенімді сапардың кілті болып табылады. Саяхат қалай басталады? Яғни қазіргі кезде адамдар көбінесе туристік агенттіктерге жүгінеді, және де туристік агенттіктер оларға толықтай маршрутты жасап береді. Осы маршрутты біз жүзеге асыру үшін және де осыны растау үшін біз бірінші не істейміз? Әрине біз туристік ваучерді растайтын құжатты рәсімдейміз. белсенді демалысты мақсат тұтқан жолақтар. Танымдық маршруттар бұл белгілі бір тақырыпқа құрылған білім беру элементтерінің басым бағыттары. Алдыңғы сұрақта мен сендерге осы өзіміздің ТМД мемлекеттері бойынша дайындалып келдер деген болатынмын. Соның ішінде мен саған қоятын сұрағым бірінші, Украина қай жерде орналасқан және астанасы қай қала? Украина Россияның астында, астанасы Киев қаласы. Россия, яғни Ресей мемлекетінің көршісі, иә? Енді картадан көрсетейік, бізде жалпы 4 мұхит бар және 6 материк бар, иә? Осыларды картадан көрсетіп қойшы. Мұхиттарға келетін болсақ, ең үлкен ол Тынық мұхит. Одан кейін міне. Ары қарай. Екіншісі Үнді мұхиты, төртіншісі солтүстік мұзды мұхиты. Енді 6 материк, немесе 6 континент деп айтады. Көрсетейік. Біріншісі Евразия, дұрыс. Екіншісі Африка. Үшіншісі Солтүстік Америка. Төртіншісі Оңтүстік Америка. дұрыс. Бесіншісі Австралия. Алтыншысы Антарктида. Жақсы. Дәрес отырамын. Жоспар, бастамас бұрын жоспарымды айта кететін болсам, біз қазір мен сіздерге Қазақстандағы туризм саласының жалпы сипаттамасын, қазіргі туризмнің дамуы мен жетістіктерін, туризм саласындағы мәселелер мен кедергілерін, және де Қазақстанның туризмнің дамыту жолдары мен болашағын айтамын. Ал Қазақстандағы туризм саласының жалпы сипаттамасы. Қазақстан ол табиғи, тарихи және мәдени байлықтарға бай ел. Елдің географиялық орналасуы мен түрлі климаттық белдеулері мен кең байтақ жері туризмді дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Туризм саласы ел экономикасының болашағы зор бағыттарының бірі болып саналады. Осы кезде саған сұрақ, Береке. Соңғы статистикалық мәлімет бойынша елімізге 1.200.000-ға жуық туристер келген екен. Соның ішінде қай аймаққа, қай облысқа туристер көп саяхаттаған екен? Туристердің басым бөлігі баратын қалалар ол Түркістан қаласы. Ол жақта тарихи және де мәдени ескерткіштер өте көп.
және де Алматы, яғни ол жақта экстремалды туризм және де табиғи туризм орталығы, және де Астана, ол іскерлік туризм орталығы. Және біздің елордамыз. Біздің елордамыз. Жақсы. Енді саған карта бойынша сұрақ қояйық. Береке, бізде жалпы 6 материк деп айтылған болатын. Соның ішінде 5-ші материк Австралия мемлекетіне тоқталсақ. Австралия қай жерде орналасқан және астанасы қай қала? Австралия материгі мақта орналасқан. Астанасы? Астанасы Камбора. Камбера. Екінші сұрақ Үндістан. Үндістан қай жерде? Азияда орналасқан. Елордасы? Астанасы ол Нью-Дели. Нью-Дели. Тамаша. Отыра бер, жақсы. Студенттер, барлығымыз бүгінгі тақырыпты жазамыз. Ол үшін дәптерлерімізді ашып, бүгінгі тақырыпты жазамыз. Бүгінгі тақырып туристік құрал жабдықтар. Алдыңғы тақырыптарда біз өткен болатынбыз, туристік маршруттар туралы өткен болатынбыз. Соның ішінде арасында құрал жабдықтарға да қысқаша тоқталған болатынбыз. Ал енді осы кезде жалпылама барлықтарына сұрақ қоямын. Туризм мамандығы бойынша білім алып жатсыздар, құрметті студенттер. Енді туризм деген сөзді, терминді кім қалай түсінеді? Жалпы анықтамасына кім тоқталады? Аяулым. Менің бойынша, бұл факт бойынша, және де туризм дегеніміз бұл бір жерден екінші жерге қандай да бір мақсаттармен саяхаттау болып табылады. Яғни сіз қазіргі қалып тұрған жерде басқа жерге саяхаттау болып табылады. Мысалға, іскерлік туризм, оқу бойынша, немесе емдеу туризмі, және де тағы басқа мақсаттармен туристер саяхаттайды. Жалпы туризм дегеніміз, құрметті студенттер, біздің өзіміздің күнделікті тыныс тіршілігімізден біраз сергітіп, басқа қалаға немесе басқа елге саяхаттап, елдерді, басқа аймақтарды көру мақсатында, өзіміздің болашақта діни мақсатта немесе мәдени мақсатта біздің көзқарасымызды өзгерту үшін, танымдық мақсатта немесе өзіміздің тарихи, өзіміздің аймақтарды көру мақсатында саяхатқа шығуымызды айтамыз, туризм дегеніміз. Енді келесі слайд. Мінекей бірінші бүгінгі жоспар бойынша арнайы киім-кешектерге тоқталамыз, екінші түнеге арналған құрал жабдықтарға тоқталамыз, үшіншісі ас дайындау және азық-түлікке тоқталамыз, төртіншісі жеке гигиена және алғашқы көмек, бесінші қосымша құралдар. Келесі слайд. Мінекей жаңа туризм туралы қысқаша тоқтадық. Соның ішінде табиғат аясында тынығуға келетін болсақ, біз өзімізге қажетті табиғат аясына бару үшін әрине туристік құрал жабдықтарды қолданады екенбіз. Бүгінгі тақырыбымыз осыған байланысты болып отыр. Дәптерімізді ашамыз. Туристік құрал жабдықтар деген тақырыпты жазамыз. Және туристік құрал жабдықтардың анықтамасына қысқаша тоқталамыз. Мен айтып отырам, құрметті студенттер, керекті жерлерін өздеріңе түртік дәптерлеріңе жазып отырыңдар. Туристік құрал жабдықтар бұл саяхат барысында қажетті болатын арнайы жабдықтар және заттар жиынтығы болып есептелінеді. Соның ішінде адамның жағдайын жеңілдетіп қана қоймай, туристік құрал жабдықтар түрлі қауіп қатерден сақтайды, табиғи жағдайларға бейімделуге көмектеседі екен. Келесі слайдқа көшеміз. Киім-кешек. Мінекей өздерің экранда көріп тұрғандарындай, туризм кезінде киім-кешек маңызды рөлдің бірін атқарады. Соның ішінде негізгі киім түрлері термокиім, яғни денені жылы ұстайтын, терді сыртқа шығаратын термокиім болып есептелінеді. Екіншісі бізде флиска немесе жылы шемпір деп айтыламыз. Оның ішінде, яғни орта қабат ретінде жылу береді. Келесі үшіншісі су өткізбейтін күрте мен шалбар. Ол дегеніміз желден, жаңбырдан қорғайды. Төртіншісі трекинг аяқ киімі, ұзақ жүріске арналған, табаны берік аяқ киім болып есептелінеді екен. Келесі жылы шұлық немесе қолғап, суықта аяқ қолды жылы ұстайды екен. Келесі бас киім бұл күннен немесе суықтан қорғайды.
және соңғысы жаңбыр жамылғысы, яғни орысша айтқанда дождевик. Ол кенеттен жауын жауған кезде бізге қажетті құрал саймандардың бірі болып есептеледі. Келесі слайдқа көшеміз. Түнейтін құралдар. Мінекей, табиғат аясында түнеу үшін жайлы әрі сенімді құралдар қажет. Соның ішінде дәптерімізге жазамыз палатка. Экранда өздерін көріп тұрғандай, бұл желде немесе жаңбырдан қорғайтын баспана. Бұл міндетті түрде өздері экскурсияға немесе таулы аймақтарға шыққан кезде өздерімен бірге алып жүретін біздің алғашқы құрал сайманымыз болып есептелінеді. Екіншісі, ұйықтайтын қап. Түнде жылудан сақтайды екен. Жазамыз. Үшіншісі, коврик, яғни төсекші. Бұл жердің салқыны мен кедір бұдырдан сездірмейді. Және соңғысы, үрлемелі төсеніш. Қосымша жайлылық үшін қажет екен. Так, экрандағы қажетті өзімізге құрал жабдықтарды жазамыз, жылдамдатамыз. Қосымша жабдықтар. Соның ішінде біріншісі жазамыз. Компас және GPS. Яғни ол қай жерге барғандарында өздерге қажетті құрал саймандар есептелінеді. Себебі GPS арқылы біз қай жақта жүргендерінде анықтап білуімізге болады екен. Екіншісі фонарь. Ол әзірге өздері білесіңдер, жалпы қараңғы уақытта қажетті біздің құрал сайманымыз. Келесі құрал жабдығымыз бізде арқан, яғни шатыр бекітуге немесе жүк байлауға қажет болады екен. Сонымен қатар бізге сіріңке, от тұтатқыш жағуға қажет болады екен. Жазамыз қыздар, жігіттер. Ең соңғысы бізде өздеріне қажетті смартфондарында, ұялы телефондарында зарядтауға пауэрбанк, қосымша батареялар құрылғылары қуаттау үшін қажет. Және міндетті түрде бізде қоқыс пакеті болу керек. Не себепті? Кім біледі? Әрине, бізде экологиялық туризмді сақтау үшін кез келген жерге саяхаттауға барасыңдар, бірақ арттарынан заттарыңды жинап, қоқыс алаңдарын тазалап кету керек. Яғни оның барлығын пакетке салып, өздерін бірге алып кетулерін қажет. Өйткені тазалықты міндетті түрде сақтауымыз қажет. Келесі, жалпы бізде осы қорытынды бойынша. Біз өздерің білесіңдер, іс тәжірибе барысында тек қана туристік агенттіктерге ғана емес, сендер қонақүйлерге де бардыңдар. Соның ішінде қонақүйлер туралы да біраз мағлұмат жинадыңдар. Енді судағы кішігірім жаңа қонақүйлер. Жауап? Су қонақүйлер. Кім біледі? Әдемі? Судағы кішігірім жаңа қонақүйлер түрі бұл бізде мотель деп аталады. Мотель. Дұрыс жауабы? Яшықтарды ары қарай жалғастырамыз. Кім ары қарай жауап бергісі келеді? Әдемі? Елудің екіншісі. Ашамыз. Дүниежүзілік туристік ұйымның орталығы қай қалада орналасқан? Бұл бізде Мадрид. Мадрид қаласы. Мадрид бізде қай елде орналасқан? Испания. Испания астанасы. Жақсы, отыра ғой. Так, келесі. Анелия? 50-ші яшықтың үшіншісі. Сұрақ, ашамыз. VIP сөзінің мағынасы. Ерекше маңызы бар қонақ.
демек very important person, ерекше маңызды бір қана. Жақсы, отыра қой. Келесі кім яшық ашатын? Бағдәулет. 20-ның үшіншісі ашамыз сұрақты. Халықаралық туризмде туристерді қабылдайтын елдер қалай аталады? Туристерді қабылдаушы елдер. Туристерді қабылдаушы елдер. Ал құрметті студенттер, бүгінгі барлық студенттерге белсене араласқан үшін сіздерге үлкен алғыс білдіремін. Ары қарай сабақтарында жақсы оқып, болашақта жақсы маман иесі атануға тілектеспін.